Ассаламуалейкум. Бұл енді өте киелі, әдемі еліміздің тарихы мол, қасиетті жердің бірі. Әйтеуір Түркістанға қандай сапармен келсек те, ең бірінші осы жерге бас сұғамыз, келіп зиярат етеміз, Құран бағыштаймыз. Сондықтан бүгінде іс-шара барысында жұмыспен осы қалаға келіп, түнде келіп, міне бүгін бірден қол босаған кезде осы жерге келіп зиярат етіп Құран бағыштап қайтамыз. Ниет қабыл болсын, Түркістан қаласы көркейіп өсе берсін. Түркістан қаласындағы бұл кесенеге менің алғашқы келуім. Жалпы қазіргі таңда, қазіргі кезде өте көп адамдарда адасушылық пайда болды. Көбісі ойлайды, бұл жерге келген кезде адамдар табынып кетеді, сыйынып кетеді деп. Жоқ, ең бірінші әрбір әулие әмбие адамдарды, ол бізде исламда да айтылған, құрметтеу керек, Құран бағыштау керек. Сондықтан да осындай қасиетті жерде өтірік ақпарат таратпай, керісінше осы жерге келген кезде иманым күшейсін, бұл жерге келген кезде менің ислами амалдарым көбейсін дейтін ниетпен мен де бүгін келдім. Сондықтан да ең бастысы көріңіздер, бұл біріншіден өзіңнің ішкі состояниеңе керек, екіншіден бұл тарихты әрбір қазақ білу керек деп ойлаймын. Сондықтан да бұндай қасиетті жерге келген кезде жай ғана таза ниетпен келулеріңізді сұраймын. Рахмет. Мавзолей Ахмеда Яссауи, я сюда приезжаю не в первый раз, в третий раз в своей жизни. Историю первого своего приезда я рассказывал не раз и в интервью. 20 с лишним лет назад я увидел интервью Валерии, певицы, которая говорила о том, что она приезжала сюда, и после того, как она совершила паломничество, ее жизнь стала очень быстро меняться к лучшему. Когда я увидел это интервью по телевизору, я купил билет на самолет, еще будучи молодым, неженатым, прилетел в Чимкент, нашел людей, которые мне рассказали об обряде, который нужно совершить, съездить к наставнику его, зарезать барана, потом приехать сюда. И вот все это совершив, я здесь, на этом месте, просил у Всевышнего только об одном, чтобы у меня появилась семья, чтобы я женился, чтобы у меня родился сын. И вы знаете, даже не представляете, буквально через несколько дней, как я улетел отсюда в Тунис, звонила мне моя мама, сказала о том, что мы нашли тебе невесту, прилетай. И просив здесь у Всевышнего, конечно, я уже сделал все то, о чем просила мама. Сегодня мы 20 лет женаты, у нас 5 детей, и когда у меня родился первый сын Ясин, которого мы назвали Ясин, я обещал здесь, у мавзолея, о том, что если у меня будет сын, даст Всевышний, я обязательно его сюда привезу. И когда он родился, через несколько лет я прилетел с ним сюда на один день, потому что я обещал. И вот после того приезда, сколько, 2 раза я был, это мой 3-й приезд, поэтому это место для меня имеет очень важное значение, личное. Я сюда с особым трепетом, волнением приезжаю, и те чувства, которые я испытываю, их невозможно передать, их можно только чувствовать. Вот, можно сказать, это место, пропитанное особой силой, теплом, духовностью. И я очень рад и счастлив, что сегодня оно имеет вот такой красивый вид. Одно удовольствие здесь находиться. Бүгін біздің кесенеде Қазақстанда танымал актриса, блогер Сайберкенің өзі келіп тұр екен. Осы кісіден біз кесенеге жайлы, Ясауи бабам жайлы сұхбат алғымыз келіп тұр. Осы кесене жайлы сіз не білесіз, қандай мақсатта келесіз көбінесе, және қандай игі жақсыларымыз осында жерленгеніне қатысты айта аласыз ба? Негізі осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы жалпы балалық шақта мектепте тарих сабағынан көп өттік қой. Содан қалған есімде қалған ақпараттардың бірі жалпы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, осы Қожа Ахмет Яссауи өмірден өткеннен кейін 14 ғасырдың соңында салынған кесене негізі. Одан кейін қателеспесем 1390 нақты айта алмаймын, 96 жылы Ақсақ Темірдің бұйрығымен бұл кесене жаңартылған болатын. Одан кейін, содан кейінгі енді реконструкция жасалды, жаңарды, одан кейін міне бар осы. Негізі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде көптеген Есім хан, біз жаңа мына Қазбек бидің жатқан жеріне Құран бағыштадық ата-бабаларымызға. Мен негізі жылына 1 рет келуге тырысам. Өте қатты қуантатын жайт, мына жердегі айналаның жаңарғаны өте қатты көз қуантады. Нағыз туристердің келетін жері. Және де Құран бағыштауға келем. Мүмкіндігінше туғандарымызды, туысқандарымызды алып келуге тырысамыз. Өмірден өткен, өмірден озған туған ата апаларымызға, әжелерімізге Құран бағыштауға тырысамыз.
негізі көп мен бірінші рет осы жаңарған уақытта келгенмін, осы 2 жыл бұрын келгем. Сол кезде өте қатты таңғалдым. Мен өзім Қызылорданың тумасы болғандықтан біз жиі келетінбіз оған дейін. Ол кезде мынандай болмаған, тек қана осы кесене болды, жан-жағында жай ғана андай кішігірім парк сияқты болды. Мен одан кейін жаңарған көрген кезде қатты таңғалдым. Өте әдемі, прям көз тоймайды мына жерден. Настолько өте әдемі қылып жасаған мына жерді. Келе бергің келеді, орала бергің келеді. Сосын жаңадан келіп көрген адамдар таңғалып жатыр да, таңғалысып. Сөзбен айтасың ғой әдемі деп, басқаша келіп, шынымен де әдемі екен ғой деп әсерленіп жатыр да. Сол себепті міндетті түрде келіңіздер. Мына жақта әсер ерекше. Туристерді ұялмай алып келетін жер. Түркістанның аэропорты Қазақстандағы ең әдемі аэропорт шығар. Прям мини Европа ғой. Мини Франция, может быть, даже. Әдемі. Не деген атмосферный қылып салып қойған. Красиво так. Неге басқа қалаларды сондай қылып жасап қоймайды? Біз шетелде талай жерде болдық қой, бірақтан Түркістандағы мынау алтын самұрық деген жер, это был самый топ вообще. Біз барған жердің ең тобының тобы болды мынау. Мен до такой степени бізде шок болып тұр қазір. Әрбір қазақстандық осы жаққа келу керек. Это вообще мен до такой степени уровень, деңгейді қойып тастаған ғой. Мә сендерге деп ше. Менде вообще эмоция зашкаливать етіп тұр ғой кәдімгі. Страшно. Вообще, ана неожиданно болды, Мынандай уровень болады деп ойламадым мен. Бұндай деп болады деп ойламадық қой. Бұндай деңгейде болады. Каждый из вас Түркістанға келуді мақсат ету керек, чтобы сюда зайти. Вот надо, вот. Офигеть, это просто Қалай, Нұржан? Сөз жоқ, вообще сөз жоқ. У меня шок вообще. Қалай? Мынау енді, мынау таза келетін жер екен. Мен вообще таңғалып тұрмын мен. Нереально нәрсе ғой мынау. Рахмет сізге. Вообще сөзім жоқ менің. Мен вообще, я в таком шоке. Мен вообще не ожидала. Мынандай уровеньде болады деп ойламадым мен. Это действительно уровень, я? Деңгей ғой. Бәрі күтпейді мұны. Масқара. Бар ғой, мақтаныш қой, жүрегімдегі прям қазақ деп кетті ғой, жүрегім. Қазақстаным деп кетті ғой. Концоқсы қандай? Ана күнмен